90-шы жылдардағы Серік болсын, Әбділдин сияқты, тағы кімдер болды сол кезде. Үлкен тұлғалар болды біраз. Сондай азаматтар болған кезде дәл осы қаңтар оқиғасын болдырмауға болатын деп ойлаймыз басым. Әр өңірде кім беделге ие, елдің алдына шығып, олардың маңдайы ашық, жасырған ешқандай қылмыстары жоқ, шетелде жасырған, офшорда жасырған ешқандай қаражаттары жоқ. Олар елдің алдына ұялмай шығар еді, және қазақ сөзге тоқтайтын халық. Оған ешқандай күдік күмән болмау керек. Яғни сол сөз ұстаған сондай азаматтар болған кезде үлкен осындай ауыр шығындарға біз ұшырамаған болар едік. Ол салдары қазіргі таңда. Ал жалпы оппозициялық партия керек па деген сөзіңізге сөзсіз керек деп жауап берген болар едім, бірақ бұны билік шешпеу керек. Егер мәселені тура осылай қоятын болсақ, онда тағы да бір кезекті бір ойыншық партия құрылады, оның атын оппозициялық деп атап қояды. Қоя береміз. Қоя саламыз, бірақ одан шын мәнінде шынайы оппозиция болмайды ғой. Бұл жерде қалай болған жағдайда да өзінің енді айналасына азаматтарды топтастыра алатын, сонымен қатар билікпен де осы жерде бір өте маңызды бір мәселе бар. Билікпен де диалог жүргізуге қарым қабілеті жететін сауатты азаматтар керек та. Оппозиция сыңар жақ, тек қана жаңағыдай аузын ашса болды, сөзін тура мағынасында боқпен боғауыздан басқа ештеңе шықпайтын ондай көкезу мылжыңдардың ол оппозиция деп айтуға келмейді. Кейбір адамдар, мен көп біразының арасында жүрдім ғой, жүрген кезде енді мен көмегім тиісінше жаңағыдай мүмкін қағаздарын бір реттейінші деген сияқты біразына жақындап көрдік кезінде, уақытысында. Деңгей деген нәрсе бар ғой, деңгей. Деңгей болу керек қой. Қалай болған жағдайда сен шыдамдылықпен бір нәрсені сен ұсынуың керек. Сен әуелі оны қағазға хаттап түсіруің керек. Жай ғана үндеу, жай ғана жаңағыдай бір мәлімдеме жасаумен шектелмейді ғой ол жұмыс деген. Ол кәдімгідей заң шығару ісіне араласу керек. Ол кәдімгідей жаңағыдай бір маңызды мәселелерде соны шешу жолдарын ұсыну керек деген сияқты жұмыс көп қой негізінде. Сондықтан оппозиция сөзсіз керек. Көзімді егер қорытып айтатын болсам сұрағыңызға. Бірақ қалай болған жерде бұл жерде бастама, инициатива дейді ғой, төменнен болу керек.